Ассалаумағалейкум достар, оқырмандар, менің парақшама тіркеліп жатқан оқырмандар. Менің есімім Балтабаев Махамбет. Актермін. Кино саласында жүргеніме 10 жылдан астам уақыт болып қалды. Мына көріп отқандарыңыздай артық салмақты жинап алғам. Жас кезімде спортпен айналысып жүріп, бірден тастап, жоғарғы оқуын бітіргеннен кейін біраз жыл мемлекеттік қызметте істедім. Мемлекеттік қызметте істеген кезде жаңағыдай бір орында отырып жұмыс істейтін жұмыста істедім да, сонымен салмағымды қайтадан көбейтіп алдым. Негізі өзім жалпы кішкентай кезімнен салмағым көп, толықпын. Қазақтың қара домалақ баласымын ғой. Мынау енді сол артық салмақ қашанда негізі дұрыс емес. Ол өзінің денсаулығыңа да зиян келтіреді. Қазір менің бірден-бір денсаулығыма зиян келіп жатқаны қан қысымының жоғарылап кеткені. Жас кезімде білінбейтін еді. Мынау енді 35-тен асып жатыр, 40-қа жақындап жатыр. Қан қысымымыз жоғарылап, жалпы артық салмақ өзінің зияндылығын көрсетіп жатыр. Сол артық салмақпен күресуді бастап жатырмын. Осылай блог түсіріп, видеоблог деймін, түсіріп сіздермен бөлісіп отырамын. Қазір салмағым 123-124 килограмм. Осылай ойнап тұр. Негізгі цель дейді ғой, целім 90 килограммға түсіру. Бойым 1,75. Енді 75 килограммға түсірсем, ішілей қатты асып кететін шығармын деген ойдам. Енді ары қарай көре жатармыз. Бірінші 90 килограммға түсіп алайық. Алла бұйыртып жатса, ары қарай мүмкін 75 килограммға да түсіп қалармыз. Бірақ өзім 75 килограмм болған кезім есімде жоқ. Мен 11-ші классымда болған шығармын 75 килограмм. Одан кейін 75 килограмм болмағам. Негізгі баста сол 75 килограмм болып жақсы болып жүргенмін. Сол 75-тен 70-ке түсірдім салмағымды. Кейін 70-тен кейін қайтадан қосып алдым. Уже қосқан кезде 80 килограмм болдым. 80-нен қайтадан 75-ке түскен едім. Кейінгісінде 90 килограммға өстім. Солай 145 килограммға дейін салмағым өскен. 145 килограмм салмаққа өскен кезде, енді ол кезде жаңағыдай жастаумын, қызуқандылықпен, спортпен бірден айналысып, мүлдем тамақ жемей қойып, тек су ішіп жүрген кезім болатын. 2 айдың ішінде 50 килограммдай ма аздым. Сол кезде 145-тен 95-ке түскем. Қазір суретін көресіздер. Суретінде көріп отқандайыңызда сол кезде бірден азғам. Бірақ бірден арықтағаннан кейін ол адам қайтадан бірден салмақ қосады екен да. Ол салмағыма қайтадан бір жарты жылдың ішінде жетіп алдым. Одан кейін әртүрлі диеталар сақтадым, ананы сақтадым. Енді мынау дұрыс тамақтану дейді, правильное питание. Сонымен айналысайын деп жатырмын. Айналысқанда қалай? Дұрыс тамақтанайын деп жатырмын. Мынау дұрыс тамақтануға маған спонсор болып жатқан правильное питание кухня дейді, ПП кухня. Правильное питание город Шымкент деген. Қазір парақшасын қалдырып кетем, егер қызығып жатсаңыздар, көріп жатсаңыздар, осылай дұрыс тамақтанғыларыңыз келіп жатса, сол телефон номерінде қалдырамын, сол жерге хабарласып, тапсырыс берсеңіздер болады. Мен енді әр аптада өзімнің жетістігім деймін ба, енді салмақ түсірген жетістігіммен бөлісіп отырамын. Міне қазіргі салмағым қазір шығады. 123-124 осы арасында. Жаңағыдай айтып өткендей целім 90 килограмм. Енді жаңа айтып өттім ғой, бірінші себеп денсаулық. Жаңағы денсаулығым ақау беріп жатыр, қан қысымым қатты жоғарылап кетіп жатыр. Алла бұйыртса соны емдеп шығу бірінші цель. Екіншіден жаңағы бір жақын арада сценарий жазылып жатыр.
Алла бұйыртса үлкен кино түсіреміз. Сол жерде басты рөлді сомдау. Сол жерде жаңағы толық емес, әлі плотный дейді ғой. Жігіттің рөлін ойнайын деп жатырмын. Басты рөлдің сомдайын деп жатырмын. Алла бұйыртса кино шығып жатса көріп атасыздар оны да. Сол цель 90 килограмм. Әр аптаның осындай дүйсенбісінде сіздермен бөлісіп отырамын. YouTube парақшама тіркеліп кетіңіздер, қызығып жатсаңыздар. Егер де артық салмақтан арылайын деп жүргендер болса, бірге артық салмақты қуайық, жыртайық артық салмақты, айырайық дейді ғой қазақша. Енді басында бір осы правильный питаниемен бір 10 килограмм тастап алсам, ары қарай спортпен айналысуды бастаймын. Ол видеоларымды қойып отырамын. Бірге арықтайық. Арықтағанда арықтамайық, артық салмақтан арылайық. Дендеріңіз сау болсын. Қазіргі мына заманда иммунитет жоғары болу керек, иммунитеттеріңіз жоғары болсын. Келесі аптада кездескенше. Ассаламағалейкум. Стоп.